Көктемнің бір күні жылғадық деген емес пе? Тамылжыған мамыр айы жер бетіндегі тіршіліктің бәріне мейірімін төгіп, жайнатып, жарқыратып жіберетін әдеті. Мамырмен таласа біздің телевизиялық топ Май ауданына іс-сапарға аттандық. Жылда солай майда майға барамыз деп күлісіп қоямыз. Бет алысымыз Қазан ауылы. Ауылдың тарихын еске түсіре бастадым. Тың игеру жылдарында Татарстанның Қазан қаласынан келген тың игерушілер осы елді мекеннің алғашқы қадасын қаққаны ойға алды. Таңмен таласа тұрған біздерді қара жол телеуде. Айнала жап-жасыл кілемге оранып келеді. Кеше ғана ақ көрпеге оранып жатқан дала түрлене түсуде. Жерден тіршілік сәулесін іздей күн көрлеген сап-сары бақ-бақ гүл айналаға тәкаппарлана қарайды. Күн шуағы да ерекше нұрын төгуде. Жер аяғы кеңіп мал біткен жайылымда көк шөптен бас көтерер емес. Жолдың екі жағындағы ағаштарда бір жарған, айнала мереке, көктем мерекесі, көңіл мерекесі керемет. Баратын жеріміздің атауы қызықтырған мен жеткенше асықтым. Аршалы десе Аршалы, 3 облыстың түйіскен жер екен. Асан Қайғы бабамыздың жер үйығы жанымызда екен. Аршалыға жақындаған біздерді мыналар кімдер дегендей сүйріктей сылаң қаққан жылқы осқырына қарап кетіп барады. Біздерге жол бергісі келмегендей ме қалай? Жап-жасыл жалпақ төбешіктердің ортасында малы мен жанын күтіп баптап отырған ағайынды Ақтаевтарды ата қоныс киесі жебегендей. 98 жылы 50-дей қара мал, 100-дей қой, 100-дей жылқымен бастағанбыз. Қазіргі күні қойдың басы 500-ге жетті. Оның ішінде 300 аналық қара малдың 150-ге өсірдік. Былтырғы жылы қыстаққа 100 аналық сиырмен кірдік. Жылқы малы 400 бастанасы төлімен 125 аналық бар. Ақырғы 3 жыл бойы асыл тұқымды жабы өсірумен шұғылданып сол статусын алғанбыз. Асыл тұқымды шаруашылықтың солай осылай айналысып жатырмыз. Беткейде құлдыраңдаған құлынын ерткен 400-ге тарта жылқы жайылып жүр. Желге қарсы желкендей жөнелер жарықтық жылқы малын шашау шығармай, 2 жылқышы қырағылық танытып тұр. Төл алу науқаны аяқталған. Қой малы ауылдан ұзаңқырап кеткен. Ал сиыр малы тіпті көлге түсе қоймайды. Ауылда қарбалас тірлік, бие сауымы болған шақ екен. Қымыз иісі келгендей тамсанып қойдық. Қойдың қоршауын кеңейту үшін дәнекерлеу жұмыстары атқарылуда. Ана бір өздері жасаған тас қорған жылқы малының тыныстар орны. Одан нәріректе қыстан қалған шөп маясының мұрты да бұзылмаған. Осындай тиянақтылықты көрген біздер іскерліктің алғы шарты үнемшілдік деген ойда қалдық. Бар техника маусымдық жұмысқа дайын. Шаруасы дөңгеленген Ақтаевтардан үйренер тұстар жетерлік.